Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Сіздерге керемет ашық сабақты көрсеткім келіп тұр. Бұл жерде 5-ші сыныпқа арналған тік бұрышты параллелепипед, яғни текше және оның жазбасы. Яғни бұл жерде 5-ші сыныптың тақырыбы бойынша оқу мақсаты құндылық. Құндылық бізде еңбекқорлық және кәсіби біліктілік айы, ал аптаның дәйек сөзі білікті білім жинап кәсіп етер, білімнің дәмін татып өтер. Осы жерде ұйымдастыру кезеңінде оқушылар жасанды интеллектпен өз ойларын айтады еңбекқорлық аясында, сосын алмастыру тәсілі арқылы үй жұмыстарын тексереді. Қайталау білім айнасы иә жоқ, жаңа тақырыпты түсіндіру видео сабағы бар. Бұл жерде бейне үзінді, бұл жерден сабақты көреді. Сосын практикалық тапсырмаға осындай есептер алынды. А, В, С, Д, H, E, F, G параллелепипедтер өлшемдері 5 см, 8 см, 10 см. Барлық қырлардың ұзындықтарын қосындысын тап дейді. Яғни бұл жерде неше қыры бар екенін біледі балалар. Бұл нелерді қолдана отырып анықтамаларды қырлар ұзындығын табады. Одан кейін мына жерде қай қорап тиімді компанияға, осыны анықтайды. Өлшемдері берілген. Жұптық жұмысқа функционалдық сауаттылық тапсырмасын алдым. Осы құндылық аясында еңбекқорлықпен, яғни еңбекпен келген табыс дейді. Ермек жазғы демалыста бос отырмай шағын кәсіп бастауды шешті. Ол дүкендерге арнап қорап сыйлықтарын жасап сатады, яғни қораптың пішіні тік бұрышты параллелепипед, қораптың өлшемдері ұзындығы 25, ені 15, биіктігі 10 см. Ермек қораптарды қатты картоннан жасап, оны тиімді пайдалану үшін алдымен жазбасын дұрыс жоспарлайды. Бірінші тапсырма: ермек бір қорап жасау үшін қанша картон қажет екенін білгісі келді. Қораптың толық бетін ауданы есепте. Екінші тапсырма: 1 метр квадрат картонның бағасы 2000 теңге болса, ермек күніне 12 қорап жасайды. Bir қорапқа кететін картонның құнын есепте, бір күнде кететін жалпы шығынды тап дейді. Ермек әр қорапты 800 теңгеден сатса дейді, бір күндік табысын есепте дейді. Бұл жерде құндылық аясында сұрақтарға жауап берсе болады, егер уақыттар болып жатса, мына сұрақтарға дескриптора бар. Сосын сергіту сәті ютубта хиттап жатқан көріп тұрсыздар, жауаптарына жазып қойған жаңағы оқушының әрекетіне. Одан кейін ою әдісі арқылы жеке жұмыс, бұл оқулықтан алынды. Осы жерде есептер шығады, балалар сол есептерді шығарады. Саралау тапсырмасы, бұл бекіту тапсырмасы, калқыт ойын алдымен. Енді презентациясын көрсетейін әріптестер. Презентациясы өте керемет, креативті жасалған, облыстық, ауданды ашық сабақтарда өте берсеңіздер болады. Осы уақытқа дейін біздер алып өтіп жатқан әріптестер де бар. Рахмет, ұнап жатқандарыңыз лайк бас, комментарий жазыңыздар. Мына тақырып жазылған, мына жерде тақырып жазылып тұр. Мұғалім деген жерге аты жөнін жазса болады. Тақырыбымыз бізде тік бұрышты параллелепипед, текше және оның жазбасы. Құндылық аясында сөйлейтін видео бар. Яғни бұл жерде PowerPoint 2010 деген бағдарлама болу керек. Егер ашпай жатса, барлығы істеп тұр. Сәлем достар. Мен атаның ауыр затын үйіне апарып келейін. Сонда ата маған риза болады ғой. Оған дейін сендер ұстазымыздың жасырған сөздеріне анықтама беріп айта беріңіздер. Осы тыңдап болған соң мынандай сөздер шығады. Сол жақты бассаңыздар, осы сөздер шығады. Осы сөздерді оқушылар сөйлем құрып айту керек. Сәлем достар. Мен атаның ауыр затын үйіне апарып келейін. Сонда ата маған риза болады ғой. Оған дейін сендер ұстазымыздың жасырған сөздеріне анықтама беріп айта беріңіздер. Неке, осылай бассаңыздар, сөйлемдер шығады. Бұны өз ойларымен айту керек. Еңбекқорлық аясында немесе мақал-мәтел айтса да болады. Сосын мына құндылықтарды көрсетеді. Сәуір еңбекқорлық және біліктілік айы, аптаның дәйек сөзі, сосын жүрекшілер басу арқылы топқа бөлесіз оқушылар деп, былай өте керемет әдіс. Одан кейін үй жұмысын тексересіз. Мына жерде тапсырма шығады, мына жақта жауап тұр. Сосын қайталау. Егер мына тұжырым, теория ма, анықтама дұрыс болса, я қате айтылса жоқ деп үстіп қояды. Сонда былай бассаңыз жауабын тексересіз. Яғни дәптерге орындатқызып отырсаңыз болады. Сосын сабақты түсіну үшін мына видеоны көрсетесіз балаларға. Қорапшаны сәнді қағазбен қаптау керек. Ол үшін қорапты қаптауға қанша қорапшаны сәнді қағазбен қаптау керек. Ол үшін қорапты қаптауға қанша сәнді қағаз керек екенін білу керек. Егер қағазды жазсақ және оған қорапты орайтын болсақ, онда қораптың формасын аламыз. Және ол 3 өзара тең тік төртбұрыштар жұбынан тұрады.
Осыдан қораптың ені, ұзындығы және биіктігі белгілі болса, оның бетінің ауданы қорап ені мен ұзындығының 2 еселенген көбейтіндісі, қорап ені мен биіктігінің 2 еселенген көбейтіндісі, қорап биіктігі мен ұзындығының 2 еселенген көбейтіндісі қосындысына тең болады. Яғни, қораптың толық бетінің ауданы көрсетілген формуламен есептеледі. Осы формула көмегімен қорапты қаптауға қанша сәнді қағаз керек екенін анықтауға болады. Осылай көреді. Сосын топтық тапсырмалар берілсе, 3 топқа мына керемет тапсырмалар. Сосын жауаптар шығып тұрады. Функционалдық сауаттың тапсырмасын береміз. Онда жауабы шығады. Яғни балдар орында отырып орындайды. Сосын сергіту сәтін ашылады YouTube. Одан кейін ою әдісі арқылы оқулықпен жұмыс жасатасыз. Сәлеметсіздер ме, қадірлі оқушылар? Ою өрнектер бұл біздің халқымыздың рухани мәдениетінің бір бөлігі, ата-бабаларымыздың даналығы мен өмір сүру салтын бейнелейтін өнер туындылары. Қазақтың ою өрнектерінде жасырынған сұрақтарға жауап ішінде бонус карта бар. Бонус карта деген сөз есептерді біртіндеп ашып орындайды тақтада бір оқушы. Қалғандар орында отырып кезекпен шығарсаңыз болады. Кімге бонус карта шықса, ол оқушыға енді өзінің несіне қарап, үй жұмысын орындауға көмек, немесе 10 балл, немесе конфет деген сияқты сыйлықтар. Сәлеметсіздер. Ынталандыруға балдарды. Сосын бекіту тапсырмасына қағыту ойыны бар. Одан кейін рефлексия, түсінбедім десе мына жерді басады. Бірінші сұрағым бар десе сарын басады, түсіндім десе жасылды басады. Сандар түсіндім дегенді көп оқушы басса, онда сіз оқу мақсатына жеттіңіз деген сөз ғой. Енді қағытуды көрсетейін. Қағытуда прямо кіреді осы жерден. Қағыту ойынында бұл саралау тапсырмасы, яғни арнайы тапсырмалар алынды. Сол оқу мақсатына толықтай жету үшін оқушылар сол есептер шығарып жақсы әрекет етсе, онда сіз оқу мақсатына жеттіңіз деген сөз әріптестері. Бұл жерде топ жеке орындасыз, орындау керек, жеке жұмыс ретінде. Қазір телефон қолданылмай жатыр десеңіздер, үлкен тақтада ашылады. Ашып қоясыздар да, сосын жаңағыдай оқушылар шығарады. Орында отырып шығарса болады, немесе біртіндеп шықсын, қалғандар орында отырып сіз шығарып тексеріп отырасыз. Егер уақыт беріледі, сол уақыт біткенше баспай тұрыңыздар да. Тез басып қоймау керек. Басқа оқушыларды шығарып үлгеру керек. Барлығына уақыт жетеді негізі. Анық ол түсінген бала болса. Ал түсінбеген бала болса, қарап отыра береді деген. Өте керемет ойын. Көп әріптестерге ұнайды осы ойын. Мына жерде тікбұрышта параллель берілген. Осы тең қырларын тап дейді. Тең қырлары мына. Қайсысы? AB мен BH, AB мен BH. CF мен AB мен YG. Далада отырып түсіндіріп жатырмын. Балдар шулап кетпесін. Егер тікбұрышта параллель ұзындығы 5 см, мынандай не берілген жиһаз, кітап шкафы. Осыны қабырғаның ауданы тапсырма жауап тұрған қабырға. Өте қызық есеп. Қыры 5 см, кубтың қыры 2 см кемітсе, оның көлемі қаншаға кемейді дейді. Яғни 5-дің кубы 125, 2-дің кубы 2-ге кемітсе 3 болып қалады, 3-дің кубы 27. Сонда 125-тен 27 азайды. Қысқа әрі нақты. Жазба берілген, осы жерде ауданы табылды. Қате болса қызыл жазып. Аңсарға YouTube каналыма тіркеліп, лайк басып қойыңыздар. Қолдап жатқан барша әріптестерге үлкен рахмет. Шексіз алғысымды айтамын. Аман болыңыздар, деніңіз сау болсын. Қазір мен сіздерге осының сілтемесін YouTube'қа салып жіберетін боламын. Шықпайды. Қатып қалды.